Қазақ тілін оқытудың мақсаты тыңдаушылардың логикалық ойлау қабілеттерін арттыру, грамматикадан алған білімдерін басшылыққа ала отырып, сөз тіркестерінен сөйлем құрауға дағдыландыру, қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауға үйрету. Осы мақсатта 13 желтоқсан күні тілдерді дамыту орталығында өткен мерекеде қазақ тілі курсын тәмамдаған 120 тыңдаушы, ағылшын тілінде оқылған 90 тыңдаушы және орыс тілінде 18 тыңдаушы марапатталды. Бүгінгі өткізіліп жатқан іс-шара бұл сертификаттарды тапсыру. Сертификаттарды тапсыру, осы 3-ші тоқсан бойынша сертификаттарды тапсыру рәсімі мынау бүгінгі келіп отырған еліміздің тәуелсіздік күнімен тұспа-тұс келіп отырғаннан кейін тыңдаушылармен тек қана сертификаттарды тапсыру емес, мерекелік шағын концерт ретінде өткізіп жатырмыз. Сертификатты осы 3-ші тоқсан бойынша қазақ тілінен өткен 120-дай адам, ағылшыннан 90-нан аса және орыс тілінен 17-18 адамдай курстарды бітірген. Енді солардың емтиханды табысты тапсырып, сертификатқа алатындары бүгін қазір сол салтанатты тапсыру, сертификаттар тапсыру рәсімін өткіземіз. Бұнымен қатар өткенде қыркүйек және қараша айларында жылда өтетін Қазтест сертификаттық тесті өткен болатын Қарағанды қаласында. Сол жерде де сертификаттық тесттен өткен қаланың біраз азаматтары, мемлекеттік қызметкерлер мен азаматтық қызметкерлер бар. Сол кісілерге де сол Қазтесттің сертификаттық тестінде осы мерекелік шараның барысында тапсыратын болып отырмыз. Оған мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы Гүлмира Серикнаны шақырдық. Салтанатты шарада қалалық тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Меруерт Ахметжанова құттықтау сөз сөйлеп, мемлекеттік тілді насихаттауға үлес қосып, сабаққа ұдайы қатысып жүрген тыңдаушыларға сертификаттар табыстады. Қазіргі өткізілейін деп отырған іс-шара, бұл мерекелік концерт, осы біздің тыңдаушылардың күшімен ұйымдастырылып отырған концерт. Яғни біз бұл жерде тек қана біздің орталықта келуші тыңдаушылар тек қана тіл үйренумен айналыспайды, онымен қоса жаңағыдай біз мемлекеттік тілде одан ары қарай әндерді үйренуіне де, жаңағы өлең оқуларына да сондай бір оқытушылар бағыттап, соларын біраз үйретеді. Тіл үйренушінің басты мақсаты мен арманы мемлекеттік тілде өз ойын жеткізе алатындай дәрежені игеру. Осыған байланысты қазіргі кезеңде тілді үйретудің ең тиімді бағыты тілді деңгейлер бойынша оқытып үйретудің әдістемесі дамып келеді. Осы мақсатта ағымдағы жылы Теміртау қаласының тілдерді дамыту орталығында қазақ тілі курсын жалпы саны 430 тыңдаушы ағылшын тілінде, 290 тыңдаушы және 50 тыңдаушы орыс тілінде білімдерін жетілдірді. Мен мәдениет сарайы жұмыс істеймін. Осы арталықта 2 жарым ай қазақ тілі сабақтарына қатыстым. Жұмысымда тілдерді дамыту арналығындағы теген курстар өткізеті туралы естіп, қазақ тілі курсына жазылдым. Сабақтар аптасына 3 рет 1 жарым сағатын өтті. Сабақтарымыз қызықты және оратушыларды кәсіби шеберлігі арқасында таптағы тыңдарушылар ойымшыл болды. Сабақтан түрлі конкурс іс-шаралдыға кітістік. Біздің топ славян және түрік жазбалар мәдениет іс-шарасына қатысып бірінші орын алды. Біз емтиханда алған білімдеріміздің арқасында жақсы тапсырдық. Емтиханда диктант жазып, диалог құрасымдырық және тест тапсырамаларына жауап бердік. Сертификаттар табысталды. Мен Теміртау қаласының тілдерді дамыту орталығындағы қазақ тілі курсына жазылғаныма қуаныштымын. Маған сабаққа қатысқан ұнады, көп нәре өйіндім, курс жалғыз маған емес, барлық тыңдаушыларға ұнады. Сертификатқа ие болған тыңдаушылар тілдер орталығынан алған білімдерінің жұмыс барысында көмегі көп екеніне және алдағы уақытта мемлекеттік тілді әр салада қолданатындарына сенімді.